Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Тірек сөздерді пайдаланып, мәтін жазамын. 10-шы жаттығу. Оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз су, деді үлкен балық. Дүние дегеніміз не? Деді ағайудың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен, деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Мәтін дүниені әрбір тіршілік иесінің өзінше түсінетіндігі жайында баяндалған. Мәтінге не дүние, не табиғат деген атаудың бірін берсеңіздер болады. Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта. Содан өзің қорытынды жасап көр. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз. Бұл мәтін кейіпкерлері, яғни шабақ, олар суда мекен етеді. Ағаю мұзды, мұз алаңдарында, мұзды тауларда мекен етеді. Бота, түйелер бұлар құмды, сондай бір сазды жерлерде мекен етеді. Бұл мәтінде дүние деген не деген, ол сұраулы сөйлем болып тұр, иә? Және де лепті сөйлем. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Бұл лепті сөйлем болып табылады. Яғни сұраулы және лепті сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар. 11-ші жаттығу. Мақалдарды қатесіз көшіріп жаз. Мәнін түсіндір. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Адамдар суды ластамау үшін не істеу керек? Келесі жаттығу бізде 12-ші жаттығу. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. Қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Бізде суретте 4 жыл мезгіл берілген, иә? Бірінші көктем, екінші жаз, күз, қыс мезгілдерінің суреті берілген. Енді осы суреттердің ішінен өзіңіз қалаған жыл мезгіліне әңгіме құрастырсаңыз болады. Төменде мен көктем мезгіліне әңгіме құрастырдым. Көктем табиғаттың ұйқыдан оянып, ағаштардың бүршік жаратын уақыты. Көктемде күн жылынып, қар еріп, жылғалардан су ағып, жылы жақтан құстар ұшып келеді. Адамдар астықтарын егіп, малдардың аузы көкке жетіп, жайылымға шығады. Көктем мезгілі тамаша. Осы сынды өздеріңіз қалаған жаз, күз, қыс мезгілдерінің біріне әңгіме құрасаңыздар болады. Келесі жаттығу бізде 13-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімеле. Бізде жұлдыздың, ғарыштың, судың, орманның, ауаның, желдің суреттері берілген. Және де соған сай төменде өлең шумақтары да берілген екен. Аспан, көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс бекен, ол да бізге таныс мекен. Суд тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Ауа өмір нәріміз, тыныстаймыз бәріміз. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Енді суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы, сонан соң суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрап көр. Бірінші жұлдызға байланысты. Жұлдыздар қандай әдемі деген лепті сөйлем құрадық. Келесі ғарыш. Ғарыш әлемі маған сондай қызық. Орман. Орманды өрттен қорға. Су. Алақай. Суға шомылуға барамыз. Ауа. Ауасыз тіршілік жоқ. Жел. Сұмдығай. Қатты жел соғуда. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаған болса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама жазыла кетуді де естен шығармаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман, сау болыңыздар.